Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Құрметті жамағат, Алла біздердің оқылған намаз, еткен дұға тілек, жұма күнгі жасаған амалдарымызды қабыл етсін. Алла жұма күнгі әрбір амалымызды өзінің разылығына сәйкес қылсын, жұма берекелді болсын. Зікір және зікірдің пайдасы жайында жұма уағызымызды иншалла бөлісетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы қылсын. Алла тағаланы көп зікір ететін, көп еске алып Аллаға шүкір ететін құлдарынан қылсын. Зікір сөзі жалпы Құран хадистен білеміз, ілім жайында, Құранды айтқанда, сонымен қоса Алла тағаланы еске алуға да қолданады. Негізгі асыл мағынасы пенденің Алла тағаланы еске алуына қолданылады зікір деген. Құранда Алла тағала былай деп бұйырады: сен Раббыңның атын әрдайым жадыңда сақтап, ертелі кеш Алла тағаланы еске алып, оған толықтай бет бұр дейді. Біздерге Алла тағала өзін еске алуды, Аллаға бойұсынып, оған қарай беттенуімізді әмір етеді. Енді Ибн Ато әл-Әскандари рахматуллах алейх зікір деген сөзге былай деп анықтама береді: пенденің зікір дегеніміз әрдайым Алла тағаланы еске алу арқылы ғафылдықтан ұзақ тұруы. Ғафылдық, мынау жаңағыдай салғырттық деген нәрселерден пенденің ұзақ тұруы. Не арқылы? Алла тағаланы зікір ету арқылы, әрдайым жадында сақтап еске алу арқылы. Алла тағаланың есімдерін, сипаттарын, үкімдерін, істерін және де Алла тағалаға жақындататын әрбір нәрсені тілмен, жүрекпен айтып отыруы дейді. Пендені Алланың разылығына жетелейтін, әрі Алла тағаланың есім сипаттары мен әмірлерін әрдайым ол тілінде, әрі жүрегінде сақтауы. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да зікірге қатысты өзінің хадисінде былай дейді: «Әла унаббиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфаиха фи даражатикум». Сендерге амалдарыңның ең қайырлысы, әрі Алла тағаланың құзырында ең тазасы, сонымен қоса сендердің дәрежелеріңді ең қатты көтеретін нәрсені айтайын ба дейді. Сонымен қоса «Ва хайрун лакум мин инфақи захаб вал вариқ ва хайрун лакум мин ан талқу адувакум фатадрибу а'нақахум ва ядрибу а'нақакум». Және де сендердің бүкіл алтын күмістен берген садақаларыңнан да қайырлы болған. Және сендердің жауға қарсы тұрып, сол жаудың көзін жою, немесе сол жауда жан беруден де қайырлы болған нәрсені айтайын ба дейді. Енді бұл бүкіл амалдарды айтып тұр да пайғамбарымыз. Бүкіл алтын күміс садақа беруіңнен де, бүкіл сенің ең құлшылықтың алдында тұратын жихад, Алла жолында соғысу, міне Аллаға қарсы дұшпанға соғысудан, оны өлтіруің немесе сол жолда өлуіңнен де қайырлы болған амалды айтайын ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтқанда, олар: «Я Алла елшісі, біздерге соны хабарын бер» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Зикруллах, Алла тағаланы еске алуың» деді. Өйткені Алла тағаланы әрдайым пенденің тілінде, жүрегінде еске алып отыруы оның бүкіл халін құлшылыққа айналдырады. Бүкіл жасаған амалында Алла тағала тілінде, жүрегінде тұратын болса, оның амалдарының, ниетінің тура болуына, сол амалды құлшылыққа айналдыруына себеп болады. Мынау зікірдің
Біздің қазақтың сөзінде де бар екендігін мына өлеңнен оқысақ болады. Мәшһүр Жүсіптің қайырды олай болса көп беріп қал, демейді өлім келсе жас кәрі шал. Жігіттер мына сөзге құлағың сал, пайғамбар хадисінде айтқан екен жұмақтық, шырын сөзді жылы жүзді тілінде хақ зікірі сөйлер сөзді дейді. Мынау өлеңнің басында қарасаңыз, біздерді қайыр жақсылыққа шақырады. Қараңыз, қайырды олай болса көп беріп қал, демейді өлім келсе жас кәрі шал. Қияметте де пенденің өкінетін ісі Алланың құзырында тіршілігінде жасай алмаған қайыр садақасы болады екен. Құранда Алла тағала وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Қиямет күні сондай пенделер шырқырып Алла тағаладан жалынады дейді. Қараңыздар, олар وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ сендерге өлім келуден алдын Алла тағаланың сендерге рызық етіп берген нәрселерінен Алла жолында жұмсаңдар. Ал енді осындай жұмсай алмай өліп кеткендерге фаяқула робби лаула, ей Раббымыз, біздерді аз бір уақытқа қайта өмірге қайтаршы, сенің жолында садақа етушілерден болайық деп Алла тағалаға жалбарынады дейді. Сол үшін де Мәшһүр Жүсіптің өлеңінде сендер өлім келместен алдын жас па кәрі ма ол қарамайды, осы сәтке дейін сендер Алла жолында инфақ етіп қалыңдар дейді. Пайғамбар хадисінде айтқан нәрсені айтады, неме? Біздерге Алла тағаланың зікіріне шақырады. Алла тағаланы еске алыңдар дейді. Және де Құранда Алла тағала я айюхаллазина аману зкуруллаха зикрон касира, ей иман еткендер, Алла тағаланы сендер көп еске алыңдар деп бұйырады. Енді Алланың зікірі, Алла тағаланы еске алу расында Алланың разылығына жеткізеді. Әрі біздердің күнәміздің кешірілуіне себеп болатын, жүрегімізді тыныштандыратын амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде Алла тағаланы еске алатын қауым жайында айтады. Олар Алла тағаланың разылығын қалап, Алла тағаланың мақсат етіп, олар жиналады. Міне осы қауымды Алла тағала көктен былай деп айтады дейді. Көктен бір дауыс шығады, Алла олардың күнәларын кешірілгендігі, жамандықтары жақсылықпен алмастырылғандығын айтады дейді. Алла тағаланы еске алып отқан қауымға. Міне сондықтан да біздерде Алла тағаланы әрдайым еске алуға Құранда біздерге үндейді. Имам Науауи рахматуллах алейхи айтады, Алла тағаланы пенде тілімен де жүрегімен де еске алады дейді. Бір тілімен еске алады, екі жүрегімен еске алады. Осылардың ең қайырлысы екеуімен бірге еске алуын дейді. Пенденің тілімен де әрі жүрегімен де Алла тағаланы еске алу. Егер де сен соның біреуімен еске алу мәжбүрінде қалсаң, яғни екеуінің біреуін таңдау керек болатын болса, жүрекпен еске алудың абзал екендігін айтады. Жүрекпен еске алу. Бірақ та мынау рия болмасын, не болмаса мақтанкершілік болып кетпесін деп, тілмен Алла тағаланы зікір етуді ақсатып қоюға болмайды дейді. Яғни ол басқалардың алдына мақтан болып кетпесін, рия болып кетпесін деп, тек қана жүрекпен еске алып, тілмен зікір етіп, Алла тағалаға шүкір етуді ақсатып қоюға болмайды. Бірақ та Алла тағаланы еске алғанда тек қана оның разылығын ниет ету керек дейді. Сондықтан біздерде тілмен де, жүрекпен де Алла тағаланы зікір етуіміз керек болады. Енді осы хадисте, аяттарда келген зікірдің бұл пайдасы жайында қысқаша тоқталсақ, біріншісі Алла тағаланың зікірі пенденің жүрегін тыныштандырады дейді. Құранда айтылғандай «Әлләзина әмәну ва татмаинна қулубухум би зикриллах, әла би зикриллахи татмаиннал қулуб». Алла тағала Рағд сүресінде айтады, сондай момын мұсылмандар жайында, сондай Алла тағалаға иман еткендер Алланың зікірімен жүрегі тыныштық тапқандар,
Міне солар дейді. Расында жүректер Алла тағаланы еске алу арқылы тыныштық табады дейді. Алланы еске алу арқылы ғана жүректер тыныштық табады. Енді біздер ойланып қарасаңыз да, Осман радиаллаху анхудың бір сөзі бар. Хаммуд дуния зулматун фил қалб ва хаммул ахирати нурун фил қалб. Ахирет уайымы адамның жүрегін қарайтады, ал дүние уайымы жүректі қарайтады, ахирет уайымы жүрекке түскен бір нұр болады дейді. Енді біздер Алла тағаланы еске алып зікір ету арқылы жүрек тазарады әрі жарқырайды. Ал дүние уайымы тек қана жүрекке бір зіл, ауыртпашылық, қараңғылық салады. Бір құтыны еске алсаңыз, бір ыдысты. Бұл құтыдағы Алланың зікірі неғұрлым көп болса, соғұрлым оның іші нұрланады. Ал дүние уайымы неғұрлым көбейген сайын, ол нұрды сөндіреді. Міне біздердің жүрегімізді де тазартатын, нұрландыратын Алла тағаланың зікірі екен. Мынау Құранда да Алла тағала Зумар сүресінде айтады: «Фауайлун лил қасияти қулубухум мин зикриллах улаика фи долалин мубин». Уайыл болсын, өкініш болсын дейді. Алла тағаланы зікір етпеуден тосылған, қатып қалған жүректерге дейді. Алланы зікір етпейтін, қатқан жүректерге уайыл болсын, міне солар анық адасушылықта дейді. Алла тағаланың зікірінен ұзақ болғандарды. Имам Әл-Джаузи рахматуллах алейхи айтады: мыс пен күміс тот басады дейді, әлбетте. Міне тура сол сияқты жүректерді де тот басады дейді. Жүрек Алла тағаланың зікір етуімен тазарады әрі жарқырайды. Ал Алланың зікірінен ұзақ болу арқылы оны қараңғылық басады. Жүректің тазаруы, жарқырауы Алла тағаладан кешірім сұраумен әрі Алла тағаланы еске алумен болады. Ал жүректің тот басуы Алла тағаланың зікірінен ғафылдықта әрі күнәға бой алдырумен болады дейді. Яғни ғафыл жүрек әрі күнәні ешқандай жүрегі тітіркенместен күнәға қарай бет алу адамның жүрегінің тот басқандығы екен да. Ал егерде Алла тағаладан ылғи да қандай да бір қателікке бой алдырдың, Аллаға кешірім сұрап Алладан, Алла тағаланы зікір ету, бұл жүректің жарқырауы, тазаруы екен. Екіншісі, бұл Алла тағаланы зікір еткен кісі кешірім мен үлкен сыйға бөленеді дейді. Құранда Алла тағала: «Уәззәкирин Аллаха касира уәззәкират а'аддаллаху лахум мағфиратан уә әжран азима». Міне қарасаңыз, мұсылман момындардың сипатын баяндай келіп, Алла тағаланы көп зікір ететін ерлер мен Алланы көп зікір ететін әйелдер, Алла тағала оларға өзінің кешірімі мен үлкен сый-сияпат әзірлейді дейді. Алла тағаланы зікір етуші пенделерге Алла тағала нендей сый дайындап тұрды? Алла оның бүкіл күнәларын кешіреді, әрі Алла тағала өзінің ойламаған үлкен сыйға бөлейді дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху осы аятты ашықтаған кезде Алланы көп зікір етуші, көп еске алушылар, олар әрбір намаздарынан кейін таңда, кеште, азанда тұрғанда, бұл таң атқан кезінде, сапардан оралған кезінде Алла тағаланы еске алатындар дейді. Яғни әрбір халінде Алла тағаланы жүрегінде сақтайтындар. Ал енді имам Мужахид рахматуллах алейх болатын болса, осы көп еске алушылар деген сөзді ашықтағанда, ол тұрғанда, отырғанда және де жамбастап жатқан кезде де Алла тағаланы еске алатындар. Егерде осылай етпейтін болса, олар Алла тағаланы көп еске алушылардың қатарында болмайды дейді.
әр халінде. Енді Ибн Салах рахматуллах алейх болатын болса, былай дейді, ол кісіден Алланы көп еске алушылар кімдер деп сұралған кезде, ол ертелі кеш, таңның атуы, кештің батуы. Бұл шариғатта бекітілген, әрі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келген зікір дұғаларды әрдайым айтып жүрушілер, ол Алла тағаланы көп еске алушылар дейді. Яғни шариғатта бекітілген, әрі пайғамбарымыздан келген хадистегі зікір дұғаларды әрдайым тілінде айтып жүрушілер, ол Алла тағаланы көп еске алушылар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да бірде жанынан бір кісі өтіп кетеді. Сол уақытта сабақал муфридун, муфридундар озып кетті, бәрінен оза шапты дейді. Сахабалар сонда сұрайды, я Расулалла, муфридун деген кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда жауап береді. Уәззәкирун Аллаха касира уәззәкират. Алла тағаланы көп еске алатын ерлер мен әйелдер деп айтты дейді. Міне осылар оза шапты, олар озды дейді. Міне пайғамбарымыздың және бір хадисінде де, сендер жәннат бақшаларынан жанынан өткенде, сендер отырып тыныстаңдар, ләззаттаныңдар, рахаттаныңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды, я Расулалла, жердегі жәннат дегеніңіз не? Жәннат бақшасы дегеніміз не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда Алла тағаланы зікір етіп атқан мәжіліс дейді. Алланы еске алып атқан көпшілік отырыс. Міне, сендер осы Алланы зікір етушілердің жанынан өткен кезде, сендер де солармен бірге отырып зікір етіңдер, немесе сол зікірлерін тыңдаңдар деген ғалымдар. Алла тағаланы зікір еткен кезде. Енді біздер намаздан кейін де отырып Алла тағаланы зікір етіп тәсбих айтамыз. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп. Бұл тәсбих зікір негізі. Ал енді бірге отырып зікір етудің фазилеті өте үлкен. Әрі Алла тағаланы зікір етіп Құран бағышталып, осы жерде қол жайып бірге отырып дұға етілінеді. Бірге отырып дұға ету бұл зікір. Ал бірақ осы намаздан кейін бірге отырып зікір етіп дұға етуден мүмкіндігінше қашып, ертерек асығып кетіп қалуға тырысып жатамыз. Бірге отырып Алла тағаланы зікір етуден қашпау керек. Әр бірге отырып Алла тағаладан дұға ету керек. Әд-даи уәл муаммину шарикан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеткен хадисте дұға етуші мен дұғада әмин деп тұрушы, сол дұғада ортақ деген. Біздер бірге отырып дұға етуіміз керек. Және де бір хадисте айтады, қандай да бір мұсылман қауым бір жерге жиналып, олардың бірі дұға етіп, қалғандары әмин деп тұратын болса, Алла тағала олардың дұғасын әлбетте қабыл етеді деген сахих хадис. Сондықтан да біздер де намаздан кейін бірге отырып, Алланы зікір етіп, бірге отырып дұға етуге әрекет етуіміз керек, қашпауымыз керек. Мүмкіндігінше жаңағыдай кетіп қалуға, сырттағы тірлік 2 минут, 5 минут қала тұрар. Бірақ Алла тағаланың зікірі ғой бұл. Сондықтан бірге дұға етуіміз керек болады екен. Енді және біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келген зікір дұғалар өте көп. Солардың бірі де истихфар ету. Алла тағаладан кешірім сұрау. Құранда Алла тағала «Ва анистағфиру раббакум thumma tubu илейх юматти'укум мата'ан хасана». Құранда Алла тағала айтады, сендер Алла тағаладан жарылқау тілеңдер, әрі оған тәубе етіңдер, Алла тағала сендерді өте көркем рызық несібемен рызықтандырады дейді. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да күніне 70 рет, бір риуаятта да 100 рет Алла тағаладан кешірім сұрап, истихфар ететіндігі риуаят етіледі. Мынау Ахмад бин Ханбал 4 мазхаб иесінің бірі. Имам Ахмад бірде сапарға шығады. Жолда бір жерге келіп, жолаушы ғой, мешітке келіп, сол жерде намазын оқып, сол жерде түнеп қалу үшін кішкене жан бастайды.
Мешітті күзетуші кісі мешітте демалуға, ұйықтауға болмайды. Бұл құлшылық орны, шығыңыз деп шығарады. Ахмад бин Ханбал мешіттің алдына кішкене жамбастап демалмақшы болады. Бұл құлшылық орны, бұл жерге демалуға болмайды, демалатын жер басқа жерге барыңыз деп жаңағы қарауыл күзетші кішкене дөлекілік қылып, Ахмад бин Ханбалды танымайды, кішкене аяғынан сөйлеп шығарып жібереді. Имам Ахмад далада қалды, былайша айтқанда. Мешітке жақын жерде тұрған наубайханашы өзі ананы көргеннен кейін имам Ахмадты шақырады. Жолаушы екенсің, менің наубайханамда бір адамдық орын бар, сол жерге тынығып ал дейді. Және деп, жақсы деп жаңа наубайханаға кіреді, бірақ жаңа наубайханашымен әр халінде Алла тағаладан кешірім сұрап жүргендігін көреді. Қамырды илеп атады, жайып атады, жаңағы тандырға салып атады. Әр халінде, әр ісінде Алла тағаладан кешірім сұрап, астағфирулла, астағфирулла деп Алладан кешірім сұрап жатады. Ана наубайханашыдан сұрайды, саған бұл нәрсе қиынға соқпай ма? Әрбір ісіңде, әрбір әрекетінде Алла тағаладан кешірім сұрап жатсың. Жоқ дейді, бұған машықтанып қалдым. Бұл истиғфарыңның берекетін көріп жатсың ба сен дейді. Я, әлбетте көріп жатырмын. Мен Алла тағаладан не сұрасам, әлхамдулилля, Алла тағала дұғамды қабыл етеді. Ісімде де берекет бар дейді. Бірақ та бір дұғамды Алла тағала әлі қабыл етпеді дейді. Не дұға ет? Мен осындай Ахмад бин Ханбал деген үлкен ғалым бар екен. Сол кісіні көргім келеді. Сол кісіні Алла тағала маған көрсетші деп дұға еттім, бірақ Алла тағала осы дұғамды қабыл етпей жатыр дейді. Сол уақытта Ахмад бин Ханбал көзіне жас алады. Алла тағала сенің дұғаңды қабыл етті. Сенің сұрап жатқан Ахмад бин Ханбал деген кісің мен пақырмын. Алла тағала сенің сол дұғаңды да қабыл етіпті. Мен мешіттен аяғымнан сүреп шыққан қарауылма десем, Алла тағала екен ғой дейді. Сөйтіп қарасаңыз, Алла тағала әлгі наубайшының ол дұғасын да қабыл еткен екен. Сондықтан біздер де Алла тағаладан кешірім сұрап, истиғфар ету арқылы Алла тағаладан дұға етуіміз керек болады. Екіншісі де бұл салауат айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат айту. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Құранда Алла тағала біздерге әмір етіп тұр. Расында Алла тағала және де оның періштелері Аллаға салауат айтады. Ей иман еткенде сендер де Алла тағалаға көп салауат айтыңдар дейді. Енді біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің хадисінде өзіне салауат айтуға шақырып тұр. Хадисте мән солла алейя вахидатан соллаллаху алейхи ашран. Кімде-кім маған бір салауат айтатын болса, Алла тағала оған 10 салауат айтады деді. Енді салауат деген нәрсе не? Бірінші бір өзімізге сұрақ қойсақ. Саллаллаху алейхи уассалам. Немесе пайғамбарымызға салауат айтып жатамын. Салауат деген не нәрсе? Бұл Алла тағаладан болған рахмет. Періштеден истиғфар, кешірім, ал пенденің дұғасы. Енді қараңыз, біздер Алла тағалаға салауат, пайғамбарымызға салауат айтып жатқан кезімізде Алла тағаладан пайғамбарымызға дұға етеміз. Енді сәлем деген саллаллаху алейхи уассалам, енді Алла тағалаға салауат сәлем болсын дейміз. Енді салауат деген пенденің Алла тағаладан пайғамбар үшін дұғасы болса, уәсәллим Алла тағаладан ақыретте және де бұл дүниеде амандық тілеу. Ал енді біздер Алла елшісіне салауат айтып дұға етсек, Алла тағала біздерге 10 салауат айтады деді. 10 салауат. Алланың салауаты не еді? Алланың салауаты пендеге болған рахметі. Біздер пайғамбарға 11 рет дұға ететін болсақ, Алла тағала біздерге 10 рахметін жаудырып тұр. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сол үшін де көп салауат айтуымыз керек. Мынау Убай ибн Кааб радиаллаху анху пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Расулалла, мен дұғамның қанша бөлігінде салауат айтайын?" дейді. Көп айт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: "Мен дұғамның 1/4-інде айтайын." Жақсы, бірақ та арттырсаң одан да жақсы дейді. Дұғамның жарымында салауат айтайын.
әлбетте жақсы, бірақ та одан да арттырсаң қайырлы дейді. Дұғамның 1/3-інде салауат айтайын. Жақсы арттырсаң одан да қайырлы. Онда мен, я Расулалла, дұғамның барлығын салауат айтайын дейді. Міне олай болса, сенің Алла тағала дұғаңды қабыл етіп, күнәңді кешіреді деген екен. Біздер көп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылу. Бұл жүректі тазартатын ұлы зікірлерден. Және де таухид сөзі, ла илаха иллаллах, немесе ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шейин қадир зікірлерін айту. Құранда Алла тағала иннани аналлах ла илаха илля ана фа'будуни ва ақимис солаб ли зикри. Алла тағала бұйырады, мен әлбетте сендердің раббыларың, мен жалғыз құдаймын, менен басқа тәңір жоқ, сондықтан да маған дұғай құлшылық етіп, мені зікір ету үшін намаз оқыңдар дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят етеді, жаңағы айтқан дұғаны ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шейин қадир. Кім осы зікірді күніне 100 рет айтатын болса, Алла тағала оған 10 құлды азат еткендей сауап нәсіп етеді. Әрі оның 100 амал дәптеріне жақсылық жазылады, хасанат. Оның жасаған 100 күнәсін Алла тағала кешіреді. Қараңызда, 10 құлды азат ету, 100 сауап, 100 күнәнің кешірілуі. Әрі Алла тағала ол күні ол пендеге қорған жасайды. Осы дұғасы арқылы. Қиямет күні сол күнгі амалда одан көп осы дұғаны айтқаннан басқа адам одан артық жақсылықпен келе алмайды деп. Яғни осы дұғаны сен 101 рет айтсаң ғана ол сауапты алған пендеден артық амалмен келе аласың деген сөзді. Алла тағаланың құзырында одан артық амал болмайды деген екен. Және Алла тағаланы зікір етуші, Алла тағаланы еске алған пендені Алла да еске алады. Қараңыз, бір кісі айтады, Алла тағаланың атымен ант етіп айтайын, мен Алла тағаланы мені қашан еске алатындығын білем деп айтты дейді. Сонда естіп тұрған кісілер айтады, сен Алла тағаланы сені зікір ететіндігін қалай білесің, қай уақытта сені еске алады? Құранда Алла тағала мен еске алған кезде ғана Алла тағала мен еске алатындығын қараңызда айтып тұр дейді. Фазкуруни азкуркум вашкурули уәлә такфурун. Сендер мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын. Маған шүкірлік қылыңдар, маған қарсы келіп күпірлік етпеңдер деген. Сондықтан да Алла тағала уәдесінде хақ, мен қашан Алла тағаланы еске алсам, Алла да мені еске алады деген екен. Сондықтан біздер қашан Алла тағаламен қашан бірге боламыз, Алла тағала да бізбен бірге сонда. Алланың зікірінен ғафыл қалсақ, Алла тағала да біздер назарынан тыс қалдырып қояды. Мынау Худ сүресіндегі, Саффат сүресіндегі 143-144 аяттардағы мынау Юнус алейхиссаламның кит жұтып қоятын оқиғасын білесіздер. Сөйтіп Алла тағаладан көп истиғфар етіп, дұға етеді. Ла илаха илля ан, субханака инни кунту миназ залимин. Сенен басқа тәңір жоқ, сен бүкіл кемшіліктен пәктеймін. Расында мен залымдардан, өзіме зұлымдық етушілерден болдым деп Юнус алейхиссаламның дұға еткендігі. Осы дұғасы арқылы оның дұғасын Алла тағала қабыл етті, ол нәрседен құтқарды. Құранда Алла тағала «Фәләулә әннәху кәнә минәл мұсаббихин ләләбиса фи батнихи илә яуми юбәасун». Егерде Юнус алейхиссаламды айтады, ол сол киттің ішінде Алла тағаланы тасбих етпегенде, ол қиямет күнге дейін, қайта тірілетін күнге дейін соның ішінде қалар еді дейді. Мен Юнус алейхиссаламның дұғасының қабыл болып құтылуының өзі сол еткен дұғасы, Алла тағаланы еткен зікірі, тасбихы себепті болған екен да. Енді және де періштелердің де әртүрлі міндеттері бар, білесіздер. Сайяхун деген періштелердің жерді кезіп Алла тағаланы зікір ететін қауымды іздейтіндігі.
Егер де осы Алланы зікір етуші бір қауымды кездестірген кезде өзгелерді шақырып жер көкке дейін мынау періштелер нұрландырып тұратындығын айтады. Әрі осы жерде ұзақ хадис соңында Алла тағаланы жәннаты, Алла тағала жайында, Алла тағаланың тозағы жайында айтып келіп, Алла тағаланы зікір етуші қауым екендігін айтады. Енді осы қауымның Алла тағала күнәларын кешіреді, олардың ешбірі де бақытсыз болмайды деп. Сонда періштелер айтады: "Я әлемдердің Раббысына, мынаның арасында дым Алланың зікіріне қатысы болмаған, өз шаруасымен келген бірі бар" деген кезде Алла тағала олардың ешбірі бақытсыз болмайды, олардың барлығының күнәсін кештім дейді. Қарасаңыз, Алла тағала сол зікір халқасында болғанның бүкіл барлығының күнәсін кешіпті, тіпті адасып келіп қалған адамның да. Мына уағыз, насихат, Алла тағаланы еске алып отырған бұл мәжілісіміз де Алланың зікірі. Мәселен, мына жерге намаз оқып құлшылық ету үшін келдік негізі. Бірақ арасында адасып, өзінің жеке мақсаты үшін, не болмаса басқалай бір оймен келіп қалғандар да болуы мүмкін да. Иншалла Алла тағала Алланың зікір мәжілісі болғаннан ол пендені де Алла тағала кешіреді. Иншалла Алла тағала бәрімізді кешірсін. Алла тағала расында шынайы момын мұсылмандардың сипатын Алла тағаланың зікір етушілер екендігін айтып келіп айтады: "Аллазина язкуруналлаха қияма ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабан нар." Олар, момын мұсылмандар, Алла тағаланы қиямда тұрған халінде, отырған халінде, жамбастаған халінде Алла тағаланы зікір етеді. Әрі көктер мен жердегі бүкіл Алла тағаланың жаратылыстары жайында пікір жүргізіп, былай дейді: "Ей Раббымыз, сен бұл бүкіл нәрсені, әлемді бостан босқа текке жаратпадың. Сен бүкіл кемшіліктен пәксің, және де біздерді тозақ азабынан сақта" деп дұға етеді дейді. Расында Алла тағала ешбір нәрсені босқа жаратқан жоқ. Әрбір нәрсенің өзінің мақсаты бар. Алла тағаланы зікір етіп тұратын өз тілі бар. Біздер де Алла тағаланы жүрекпен әрі тілмен зікір етсек қана, Алла тағала бізбен бірге. Алла тағаланы қашан біздер еске алған кезімізде, Алла тағала да біздерді еске алады. Өйткені бұл зікірдің фазилеті, бұл артықшылығы бүкіл амалыңды құлшылыққа айналдырады. Сен жүрегіңде Алла тағаланы сақтаған кезіңде, еске алған кезіңде, Алла тағала сенің амалдарыңды да түзеп қояды. Себебі сенің әрбір амалың, тілдегі зікірің, жүректегі зікірің сені харамнан ұзақтатады. Әрбір халіңнің ниетіңді жаңартып отырады. Иншалла Алла тағала біздерді көп зікір етушілерден жазсын. Алла тағала естіген білгендерімізге амал етуші құлдардан қылсын. Алла әрбір халімізді өзінің разылығына сәйкес етсін. Уәл ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.